Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен Сымбат Самат. Бүгін бізде ағылшын тіл пәнінен 2-тоқсандағы бірінші БЖБ. Бұл БЖБ бізде Entertainment and the Media бөліміне арналған. БЖБ-ның бірінші тапсырмасы Speaking. Choose the question from the card on the topic Entertainment and the Media and be ready to answer it after the teacher starts the conversation. Produce a speech by giving extended answers to the questions. Share your ideas with the class. Яғни entertainment және медиа, ойын-сауық және медиа деген тақырыпта жақсы бір пікірталас дискуссия өткізу керек. Ол үшін бізге 6 карта берілген, 6 картада сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы, өз пікіріңізді айту арқылы, қарсы пікір білдіру арқылы, басқа мысалы достарыңыздың пікіріне қарсы пікір білдіру арқылы жақсы бір пікірталас болу керек. Барлық сұрақтар осы ойын-сауық, медиа, телевизиялық шоулар, программалар, видео ойындар деген тақырыптарға арналған. Төменде қарайтын болсақ, бізде stating an opinion, expressing agreement, expressing disagreement, interrupting деген 4 бағанада сөйлемдер, сөз тіркестері берілген. Бұлар яғни мысалы қараңыз, нені білдіреді? Stating an opinion, егер өз ойыңызды айтпақшы болсаңыз, осы тіркестерді пайдалануға болады. Expressing agreement, келісемін, осы мысалы досымның айтқанына келісемін дейтін болсаңыз, онда осы сөздерді пайдалану арқылы сөйлем құрастырсаңыз болады. Немесе expressing disagreement, келіспеймін, жоқ, мен бұл пікірмен келіспеймін деп айтатын болсаңыз, осы тіркестерді пайдалансаңыз болады өз сөйлеміңізге. Және interrupting, сөзін бөлетін болсаңыз. Сондай кездерде осы сөздерді айтып, өз пікіріңізді қосып кетсеңіз болады. Бұл жердегі сөз тіркестері өте көп болғандықтан мен жазбаша түрде олардың аудармасын ұсынғым келіп тұр. Осы видеоның описаниясында барлық мына сөз тіркестерінің қазақша аудармасын көрсетіп қоятын боламын. Карталарға келетін болсақ, барлығы 6 карта берілген. Телевизиялық шоу, видео ойындар деген сияқты ойын-сауық және медиа деген тақырыптардағы сұрақтары барлықтары. Әр картада 3 сұрақтан. Мен мысал ретінде сіздерге 5-ші картаны таңдап, соның сұрақтарына жауап беру арқылы өз пікірімді білдіретін боламын. Сіздер кез келген басқа карталарды таңдап, солай өз ойларыңызды айтсаңыздар болады. Егер сізге 5-ші карта емес, басқа картаның сұрақтарына жауап беріп талдау жасау керек болса, менің WhatsApp нөміріме жазыңыз. Card number 5, the first question. Which types of programs are most popular in your country? Сенің еліңде ең танымал телевизиялық бағдарламалар қандай? In my country, these days, reality shows and the comedy shows are among the most popular TV programs. The way I see it, it's because its content is suitable for the audience of any age, from children to the elderly. The fans of reality shows feel interactive and familiar with the competitors, while those of comedy shows generally want to be entertained with jokes and laughter. The second question, what is one of your favorite TV shows? Сенің сүйікті телевизиялық шоуың қандай? My favorite TV show that I like to sit down and watch at the end of a long day is Kazakh Times. Interviews with stars and interesting people, humorous surprises and improvisation numbers. Kazakh Times is a charge of positivity and the humor for the whole family. Hosts Marat Uralgazin and Yerkeblan Mirzabek invite guests to the studio to show their talent to the country and create a unique atmosphere for each episode. During its 10-year history, the project opened many new names. The third question, what did you watch on TV yesterday? Кеше теледидардан не көрдің? Yesterday, I watched something very interesting. It was an existing Kazakh national beauty pageant, Kazakh Aruы 2024. All participant girls were very beautiful and talented. I think the competition was fair and Akkerbez became the winner. The fourth question, what do you prefer, watching a film on TV, on video, or watching a film in the cinema? Сен нені таңдайсың? Киноны үйде көргенді ме теледидардан, әлде кинотеатрдан көргенді? Personally, I prefer watching films in the cinema because it is a good way to spend leisure time with family or friends. Also, I like the atmosphere in the cinemas. As well, in cinemas, you can watch film premieres and be the first viewers. БЖБ-ның келесі тапсырмасы listening. Listen to the interview and answer the following questions.
Интервьюді тыңдап, төменде тест түрінде берілген сұрақтарға жауап беру керек. Listening-да тыңдалу керек аудионың транскрипт түріндегі мәтінін қазір сіздерге экранда ұсынып отырмын. Осы жерден қарап, оқып, тест түріндегі сұрақтарға жауап беруімізге болады. Транскриптпен танысып шыққан болсақ, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, how often does Mary usually watch TV? Дұрыс жауабы A. Sometimes. The second question, what does she like to do? Ол не жасағанды ұнатады? Дұрыс жауабы B. Watch comedies. The third question, what does she say about 27 dresses? 27 көйлек туралы ол не айтады? Дұрыс жауабы A. She liked it. The first question, what does she say about reading? Кітап оқу туралы ол не айтты? Дұрыс жауабы C. She likes to read on vacation. Міне осымен БЖБ-ні талдауымыз аяқталды. Видео пайдалы болса лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.